Арсений, ал бұлар болса қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары. Казахские национальные музыкальные инструменты. Ортасындағы тұрған бұл қобыз. Қобыз ол үйкелу арқылы ойналады, дыбыс шығарылады. Ал ана аспапты білесің бе? Домбыра. Домбыра, білемін. Домбыра шерту арқылы орындалады. Домбырамен әртүрлі күйлер орындалады. Мысалы, адай, сылқылдақ, зар заман, ерке сылқым деген сияқты. Ал қобыздың астында тұрған бұл сыбызғы. Сыбызғы ол үрлеу арқылы дыбыс шығады. Ал бұл болса шаңқобыз. Шаңқобыз да үрлеу арқылы орындалады. Ал бұл болса тайтұяқ. Тайтұяқты бір-біріне ұру арқылы дауыс шығарасын. Ол көбінесе оркестрда көп кездеседі. Ол әнге, музыкаға ритм беріп отырады. Арсений, ал бұлар болса қазақтың тұрмыстық заттары. Анау тұрған ол қымыз ожау. Қымыз ожаумен әртүрлі ыдыстарға қымыз құяды. Ал ана ең ар жағында тұрған торсық. Торсыққа әртүрлі сусындар құйып сақтайды. Су, қымыз, саумал, әртүрлі сусындар құяды да малшылар мал баққан кезде жайлауына апарады. Торсықта сусындар ашып кетпей ұзақ сақталады. Ал анау болса қоржын. Қоржынға қонаққа барған кезде әртүрлі сый-сыяпаттар салып апарған. Қайталашы, қоржын. Қоржын. Ал анау болса көбі. Көбіде қымыз жасайды. Ал бұлар болса сандықтар. Сандық қайталашы? Сандық. Сандыққа көбінесе әйел адамдар, апалар өздерінің заттарын сақтаған. Әртүрлі маталар және де өздерінің әшекей бұйымдарын осы сандыққа сақтаған. Арсений, ал бұлар болса әйел адамдардың әшекей бұйымдары. Әшекей бұйымдары? Әшекей бұйымдары. Әшекей бұйымдары. Ал бұл болса ер-тоқым. Бұл ер-тоқым, ал мынау жүген. Жүген. Ер-тоқым, жүген.